Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Сіздермен бірге ет көрпе тігетін боламыз. Мінекей мынандай партерный мата. Астында шыт. Клиент өзі алып келіп, уже өзі кесіп қойды. Қазір біз бәрін міне көрсетсір, қисық-мисық осының бәрін түзулеп, сызып шығамыз. Инемен түйреп аламыз, потом тігеміз. Ішіне мақта и синтефон саламыз ішіне. Так, мінекей сызып алдық, инемен түйреп алдық. Қазір осының бойымен тігіп шығамыз. Некена басынан мына жерге шейін тігеміз. Содан мына басынан мына жерге шейін тігеміз. Мына жерді аударғанға қалдырып қоямыз отдельно. Мына жақта тікпейміз. Қыздар, ренжімеңіздер, уақыт асығыс болғаннан кейін ұмытып кетіппін сіздерге шын көрсетуге. Синтефон салдық. Және бетіне мақта салдық. Мен негізінде ватин саламын, бірақ клиент мақтасын өзі алып келген. Сол үшін мақта салдыртты. Мына мата турецкий велюр шторға арналған. Мынау асты шыт, таза шыт мата. Мінекей осылайынан сызып аламыз. 12 сантиметрден 15 сантиметрден айландырып тігіп шығасыздар. Синтефон кішкене, синтефонның ең қалыны салынды. Содан бір слой 1,5 килодай мақта салынды. Мынау бізде қазір қанша болып тұр? 150-де 220. Мына көрпенің несі. Клиент өзі бәрін кесіп алып кеп қойған екен. Ал негізінде мен 180-де 2 метр қып жасаймын. 150-де 220 қып жасапты. Осылайынан қазір көктеп жатырмыз. Обычный тура көктеп келе жатамыз. Содан кейін 1-2 ілгеннен кейін инені артқа қарай іліп, алды қарай шығарамыз. Сол кезде мына жерде закрепка болады. И мына жақта тартқан кезде, мына жақтың бәрі тартылмайды, тек қана осы закрепка берген жеріңіз ғана тартылады, болды. Көрдіңіздер ме, ештеңе еткен жоқ. Столдың үстіне қалайынан жұмыс істейді, міне столдың үстіне кәдімгідей қоямызды. Түрегеп тұрып жұмыс істей бересің. Қолмен астына қолыңды салып отырасың. Инені сезіп отырасың да бері итеріп отырасың. Вот, ешқандай қиындығы жоқ. Так, мінекей ет көрпеміз бітті. 1, 2, 3, 4 сызық былай и 5 сызық былай жүргіздік. Көрініп тұрмас сіздерге. Бір жарым килограмм мақта и қалың синтефон салынды.